Пайғамбарымыз және айтады, 4 нәрсеге ерінбеңіздер дейді. 4 нәрсеге ерінбеңіздер. Біріншісі сәлем беруге. Біз күтіп тұрамыз. Анау бірінші берсе екен, неге мен беруім керек, мен оған өткенде бердім, ол жауап бермей қойды, өзінше қақиып қапты, семіріп қапты, күртөй болып кетіпті дейміз да, сәлем бермей тұрамыз. Жоқ, сәлем ашық бірінші береді. Өзіңіз ойлаңызшы, пайғамбарымыз 60-ға келіп қалған кезде көшедегі 5-6 жастағы балаларға сәлем береді. Біздегі 5-6 жастағы сәлем тұрмақ, 5 жас кішіге сәлем бермейтіндер бар. Мұрны шікірейіп, әсіресе қалтасында ақша болып, сәл бір жағдай жақсы болса сәлем бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әлемнің сұлтаны, Құдай тағала әлемдердің сұлтаны қылып жіберген адам, балаларға сәлем беруді ұмытпайды еді. Біріншісі, ерінбеңдер деді, неге? Сәлемге ерінбеңіздер деді. Екіншісі, тахаджуд намазына ерінбеңіздер деді. Содан кейін біреуге жәрдем беруге ерінбеңіздер. Көріп тұрсың, біреу және обязательно келіп сені шақырып, міндетті түрде сені кел, маған жәрдем бер демей-ақ қойсын. Содан кейін ағайынмен үзілмеңіздер деді. Мысалы, біреумен үзіліп қалғанда, соған барайын ба, бармайын ба, қойшы ертең барам, ертең кешірім сұрайын деп, кеш болып қалмасын, дүниеден өтіп кету қаупі